Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Кәсіби практиканың тақырыбы: әйелдердің тік белдемшелерін өңдеу, артқы бойдың бүкпесін және орта қиығын өңдеу. Смарт мақсаты: студенттерге артқы бойдағы бөліктің жармасын, орта қиығын технологиялық бір жүйекті сақтай отырып өңдеу. Өңдеу кезіндегі тігістерге берілетін техникалық шарттарды сақтау, қол және машиналық тігістерді дұрыс орындау. Күтілетін нәтижелер: студенттер қауіпсіздік ережесімен жұмыс істейді. Артқы бойдағы бөліктің жармасын, орта қиығының өңделуін сапалы орындау, технологиялық біржүйекті және техникалық шарттарды сақтау. Бағалау критерийі: артқы бойдың бүкпесін және орта қиығының пішім бөлшектерін матаға орналастыру жолын жасай алады. Дескриптор: пішу кезіндегі матаның түрі мен қасиеттері. Қиып пішілетін жұмыстарға кіріспестен бұрын табиғи және басқа да талшықтардан алынатын маталарды ылғалды жылулықты өңдеу жұмыстарын жасайды. 1 балл. Пішім бөлшектерінің бүкпелерін тігеді. 1 балл. Пішім бөлшектердің орта қиығының орналастырып біріктіріп тігеді. Белдемшенің бүйір қиықтарын тігеді. 1 балл. Белдемшенің артқы бөлігіндегі бел бүкпелерін тігеді. Белдемшені бастыра үтіктейді. 2 балл. Жалпы 5 балл. Алдыларыңызда артқы бойдың сызбасы көрсетілген. Осы артқы бойдың бүкпесі мен орта қиығын өңдеудің бейне жазбасын ұсынамын. Ал енді мен сіздерге тік белдемшенің артқы бойдағы бүкпесін және ортаңғы қиығын өңдеуді іс жүзінде көрсететін боламын. Жұмыс барысында техника қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауларыңызды сұраймын. Ылғалды жылулықты өңдеудің көмегімен желімдік матамызды жапсырып аламыз. Желімдік матамызды жапсыру себебіміз бұл жерде төзімділікті және де қаттылықты беріледі. Бұйымды сетінеп кетпеу үшін жиектерін торлап алуымыз керек. Әрі қарай бел бүкпесін өңдейміз. Ортаңғы қиығын біріктіріп, сырып тігеміз. Сыдырма түймелікті жоғарыдан төмен қарай 16 см қалдырамыз. Ортаңғы қиығын бұл жерде бір-біріне беттестіріп тігіп аламыз. Етегінде 4 см өңдеуге қалдырамыз. Белдеріміз бір-біріне қарама-қарсы жатуы керек. Сонымен қатар мына бүкпеміздің ұшы шығыңқы болу үшін үтіктің көмегімен үтіктейміз. Бір-біріне қарама-қарсы болу бүкпелеріміз. Жоғарыдан сыдырма түймелікке 16 см орын қалдырып, белгі қойғандай, осы белгіден төмен қарай ортаңғы қиығын біріктіріп, сырып тігеміз. Ылғалда жылулықтың көмегімен үтіктеп шығарайық. Сонымен біздің бүгінгі ортаңғы қиығымызды және де бүкпемізді өңдедік. Біздің тік белдемшеміздің артқы бойы бүгіндікке сабағымызға осымен аяқталады. Мен Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік техникалық колледжінің 2-ші курс 293-ші топ студентімін. Менің
оқытушы Ахмадиева Айсұлу Бақтыбековнаның тапсырмасы бойынша біз бүгін белдемшенің шлицасын өңдейтін боламыз. Белдемшенің артқы бөлігіндегі орта қиықты түймелікті бүгілетін қосымшаға дейін оны көктеп алып, одан кейін белдемшенің артқы бөлігіндегі бүкпелерін машина тігісімен орындайтын боламыз. Және де белдемшенің етегін қайтарып көктеп, ылғалды жуылықты жүргізетін боламыз. Біз бұйымымызды тігіп алдық, ал енді біз оны ылғалды жуылықтан өткізетін боламыз. Біз үтігімізді қыздырып алдық. Мінекей біздің бұйымымыз да дайын болды. Біз яғни бұл жұмыста бүкпелерін тігіп, және де ылғалды жуылықтан өткіздік. Бұл жердегі мінекей шлицасын тігіп алдық. Назарларыңызға рахмет.